Алматыда көрнекті ғалым шығыстанушы Клара Хафизованың 18-19 ғасырлардағы дала билеушілері және олардың дипломатиясы атты монографиясы таныстырылды. Туынды Қазақстан президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтында басып шығарылған. Құнды еңбек 2 ғасыр бойы қазақ мемлекеттілігін, аумақтық тұтастығы мен ұлттық бірлігін сақтап қалу жолындағы қазақ хандығының билеушілерінің 3 ұрпағына арналған. Клара Хафизова тұңғыш Қытай танушы қазақ ғалымы, бірнеше ірі монографияның Қытай, Иран, Англия, Жапонияда жарияланған көптеген мақаланың авторы. Бұл кітап жарты ғасырлық Қазақстан-Қытай қарым-қатынасының тарихына арналған еңбегімнің жемісі дейді академик. Басқа елдердің қатынасын, саясатын қарап, сол уақытта әрине қазақтың да саясатына көңіл аударасың. Содан соны қорытынды жасап, бөлек кітап шығарайын дейді. Әрбір хаттармен, құжаттармен дәлелдеуге болады. Өйткені қазақ билеушілері сыртқы саясат жүргізді ме? Сауда саяси қатынастары болды ма? Мәдени қатынастары болды ма? Болды.